Қандай ақшаға беріп жатыр әлі анық-анығына көз жеткізген жоқпын жалпы. Қазір неге келе жатыр десеңіздер айтайын. Сағындық Жаныспаевтың 3 күндік журналистік. Саламатсыздар ма? Алия Ортаева, Ресми Фактор газетінің бас редакторымын. Қазір іште менің әріптесім Сағындық Жаныспаев деген жігіт журналист. Менің журналистік зерттеуіме кедергі келтіріп, және де менің үстімнен колледждің егесі арызданып жатыр деп жатыр. Мен соған байланысты ішке кіруім керек. Мен өзімнің әріптесімнің қай жақтан кіреді? Қай жері? Құлтаулы тұр ғой? Жоқ, тұра тұрыңызшы, қай жерде вход? Ортадағы ма? Ауыл Құлтаулы тұр ғой? Алия Ортаева. Я. Журналистің бұл жабық мекеме ма не? Бұл жабық мекеме ма? Жауып қойсаңыздар, қазір іште әріптесім отыр деген сөз естідіңіз ба? Бәсе құлттап қойған ғой? Сағындық, онда кіргізбей ақ қойсын, бұл частный колледж ба? Жоқ, бұл мемлекеттік. Мемлекеттік колледж ба? 1625 студент. Сізге кім рұқсат берді мені түсіруге? Фотоаппараттағы жігіт аты жөніңізді айтыңызшы. Лицензияңыз бар ма? Түсіретін мені? Мен журналистпін, бұқаралық ақпарат құралдарының. Жоқ, сіз колледжде болғанда, сіздің арнайы лицензияңыз бар ма? Сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Заведующий болсаңыз, сіз айтыңыз. Кез келген журналисті, басқа да тұлғалар түсіру үшін ең бірінші кезекте қолдарында рұқсат хат болуы мүмкін. Мен қазір білмеймін. Мен сізге көрсетіп тұрмын. Журналист Алия Ортаева. Дәл осы орайда осы постты және де осындағы тұрған қызметкерлердің менің заңдық құқығымды таптап атқандығы жөнінде Қазақстан Республикасының білім министріне жолдаймыз. Осы қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты нақты бағасын беру туралы. Мен енді кіруге бір мүдделі азаматша емес, мен қазір әріптесім үшін келіп тұрмын. Сіз кешіріңіз, ары жүру, не үшін ол ары жүру керек, ол журналист қой. Жоқ. А? Маған көрсетпей жатыр, әлиятке ішінде, Былай тұрасың ба күннен? Күннен былай тұрасың ба? Сағындық жалпы жағдайды айтшы, не болып жатыр қазір? Алия Ортаева ханым, Ресми Фактор газетінің директор, бас редактор, мен өзіңіз білесіз, сіздің әріптесіңіз журналистің. Сіз қазір пленде тұрған сияқты не үшін есікті кілттеп қойған? Мені шығармай қойды. Оны тікелей эфирде көрсеңіз болады. Тікелей эфир жүргізіліп жатқан кезде мен оны түсіріп алдым. Мен мына қалай ашылады деген кезде шығармай қойды. Сіз келе жатқан кезде бүкіл қақпаның барлығын құлтап жауып қойды. Мен енді бұл жерде бұл колледждің материалдық техникалық базасын түсіруге осыдан 4 күн бұрын келген болатынмын. 4 күн бұрын келіп, басқарма басшысына Шәмшиева Нұргүл ханымға ескертіліп, баспасөз хатшысы Ұлжан Төленге ескертіліп, айтылып, осы колледжге келе жатырмын, осы колледждің жұмысын тексеруге, жаңағыдай осы колледждің материалдық техникалық базасын көрсетуге, халыққа журналистік зерттеу жүргізуге рұқсат алған болатынмын. Білім басқармасына ескертіп жүріп. Бір аяқта мені 4 күн бойы... Сіз тура түрмедегідей қамауда тұрсыз ғой? Сағындық байқайсыз ба? Байқаймын. Решеткінің барлығы құлттаулы. Мені шығармай тұрды жаңадан. Қалай шығару керектігін жібермей тұрды. Ол бірінші. Екінші... Сұхбат алып жатыр, мен кедергі келтірмей тұра аласыз ба? Сізге ешкім қазір ештеңе деп жатқан жоқ. Сіз кімсіз? Аты жөніңізді айтасыз ба? Жұмысшысы болсаңыз, тұра тұршы, Сағындық тоқташ. Сонда осы мекеменің жұмысшысына журналистке дөрекілік танытуға бола ма не? Бұйыруға бола ма? Сізге ол құзыретті кім берді? Сізге кім берді? Жоқ, сіз бірінші сұраққа жауап берсеңізші, мен сізбен ұрысқым кеп тұрған жоқ қой? Жоқ, сіз мені жаңа ғана шығармай қойдыңыздар ғой, мына қалай ашылады дегеніңізді. Сіз онда ұрысып араласпасаңызшы. Жалпы білім және білім министрлігінің назарына дәл осы азаматтың әдебін, өйткені елдің баласын оқытқан адам ешқандай дөрекілікке бармау керек. Қарап беруіңізді сұранамын.
Бұл кісінің аты жөні белгісі және де маған өте өктем сөйлеп тұрғанын осы эфирден көріп отырсыздар, басшылыққа алуларыңызды сұранамын жалпы. Одан кейін мына кісі қазір түсіріп отыр. Қандай мақсатта түсіріп отырсыз? Телефоныңызды бұрас па? Бұрас па? Жоқ, өшірмеңіз. Қашшы сағындық. Да? Түсіріп атқан жоқсыз ба? Мен ескертемін, егерде бірде-бір видео менің рұқсатымсыз қандай да бір провокационный действияға байланысты пайдаланылатын болса, осы жөнінде Қазақстан Республикасының білім министрлігіне тікелей сізді орныңыздан алып тастау туралы ұсыныс тастаймын. Өйткені сіз мемлекеттік мекемені өзіңіздің жеке басыңыздың үйі ма, жайы ма, не екенін білмеймін, жеке басыңыздың ғимараты ретінде пайдаланып тұрсыз. Бұны мен ескертемін. Қазір журналист кірамай тұр ғой. Неге? Сіздердің жұмыстарың сағат 6-да біту керек. Мені кіргіздіңіздер. Сағатты көрсетші сағындық. Осы кісіні де осындай колледжді жеке бас пайдасының жеке мүлкі ретінде пайдаланғаны үшін осы кісіні заведующийлықтан алуға Нұргүл Шамшиева ханымға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының білім министріне ұсыныс тастаймын. Себебі журналисті кіргізбеген бір, қазір шығармай отыр, екі, ақпаратты жасырып отыр. Жалпы кез келген журналистің жұмысына кедергі келтіру Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен жазаланатын сіздерге де ескертемін. Сағындық, ары қарай кеттік. 4 күн бұрын Али апке осы жерге журналистік зерттеу бойынша басқарма тараптан рұқсат алып келген болатынмын. Ескертіп, осы колледждің жұмысын, жаңағы материалдық техникалық базасына журналист ретінде зерделеу жұмыстарын жүргізіп, ақпарат таратуға келген болатын. Бірақ та мені жаңағы заңгері осында тұрған. Заңгері қайсысы? Заңгері ішінде 2-ші қабатта тұр. Полицияға арыз жазып жатыр. Мен де жаздым. Сіздің үстіңізден полицияға арызданып жатыр ма? Менің үстімнен арызданып. Мінекей дәл осы инновациялық техникалық колледжінің заңгері бар, басшысы бар, қосшысы бар, өзінің қызметін асыра пайдаланып жатыр. Демек, бұл жерде бұлар жасыратындай арызданып журналисті қудалауға алып келген тірлігіне қарап айтып отырған әңгімем бұл. Қандай да бір жасырған тірліктері бар. Мемлекеттік меншік, мемлекеттің қаржысы, ел президенті айтқандай, әрдайым елдің көз алдында ашықтық болу керек мемлекеттік қаржысына, сондай-ақ мемлекеттің меншігіне. Аты жөніңізді айтасыз ба? Заведующий мырза. Кешіріңіз, сіздер құқық қорғаушыны қандай себеппен шақырдыңыздар? Не себепті арыздандыңыздар журналистің үстінен? Бола ма сізді 1 минутқа? Жоқ, енді сіз қазір юристіңізге не себепті арыздандың деп басшысы ретінде, заведующий ретінде сұрамайсыз па не? Түсінбедім. Саламатсыздар ма? Мына сіздердің решеткадағы түрме сияқты мекемелеріңізге кірсек бола ма? Жұмыс уақытысы қаншада бітеді? Қайсы? 102 шақыр? Неге экспертизаға апарамыз? Ішіп алған дейсің ба? Тоқтаңызшы сіз 1 минутқа. Шақыр 102-ні. 102-ні шақыр, Сағындық. Қазір экспертизаға барамыз. Жұмыс уақытысы бітсе, колледжде, мемлекеттік мекемеде ішуге ешкімге ешкім рұқсат бермеген. Қазір заңгері ішіп алған күйде деп менің әріптесім айтып жатыр. Соған қарамай, бұдан құқық қорғаушылар егер бұның арызымен алған болатын болса, демек бұл мекемеде қандай да бір жасыратын нәрсе бар. Саламатсыз ба, қазір қараңызшы қалай? Кешіріңіз. Говорят, что вы выпившая. Я? Выпили? Я? Да. А при чем тут это? Я вообще... Нет, вы выпили? Сейчас выпившая. Давайте, если не выпившая, подождите. Какое отношение имеет совершенно к этому делу? Давайте, если вы выпившая, мы будем сейчас идти в... Тест тапсырайық та? Шамшиева ханым дәл осы қазір шығып жатқан заңгердің
мас немесе сау екендігіне анықтық енгізіп беруіңізді сұраймыз, потому что бұл кісі қазір арызданып отыр. Здравствуйте, меня зовут Алия Ортаева, журналистка я. Давайте, давайте. Имеете право, если я разрешаю. Я разрешаю. А вы с нами идти сможете сейчас? Конечно. ДВД. А В зачем? ДВД. А зачем? Экспертизу делать. А при чем это? А вы же... Какое отношение это имеет сейчас? Қазір көрдіңіздер ма, какое отношение это имеет? Абсолютно дейді. Хотя өзі арыз жазып отыр, журналистің үстінен қорқытып. Мен әрқайсыңызға отчет беруге міндетті емеспін. Заведующийіңізге айттым. Зам директор болсаңыз, менің аты жөнім Алия Ортаева, әріптесімнің үстінен арыз жазған, сіздің заңгеріңізді түсірмейсіз, біреу түсірді. Заңгеріңізді қазір экспертизаға. Әдеп сақтап сөйлеңіз. Экспертизаға. Әдеп сақтап сөйлеңіз. Мынаны көрдіңіздер ма? Бұл мекеменің барлығы агрессивный. Тағы біреу мені түсіріп жатыр. Сіз менен рұқсат сұрадыңыз ба? Сіз рұқсат. Менде лицензиям бар. Сізде лицензия бар ма түсіруге? Мен кез келген мемлекеттік құпиядан басқа ақпаратты алуға, таратуға. Мен қазір сізге бірінші кезекте менің әріптесімнің үстінен арыз жазған заңгеріңіздің ішкен ішпеген туралы экспертизаға апару туралы ұсыныс айтып тұрмын. Ішкен ба, ішпеген ба? Келген мақсатыңызды айтсаңыз. Мақсатым сол. Мақсатым сол. Сіздің заңгеріңізді экспертизаға алып барғызу журналист ретінде. Апарғыза аласыз ба? Ішіп жүрген. Кетесіз ба, алып кетпейсіз ба? Мен өзіңіз білесіз. Сіз қазір неге қолыңызды серме байғайлап сөйлеп тұрсыз? Содан кейін мынау сіздің сіз солай сөйлесеңіз, демек сіздің капризіңізді мен көтеруім керек қой журналист ретінде. Әдеп қайда? Бастық атырмашы кетші бар деді. Қазақстан Республикасының білім министрі екінші адамды дәл осы колледжден босатуыңызды талап етеміз журналистерді. Өзінің жекеменшік мекемесіне кіріп кеткендей қылып бастық атырмай кетші бар деп отыр. Шамшиева ханым қайдасың? Мен қазір саған бара жатырмын. Біз қазір эфирді ары қарай жалғастырамыз. Шамшиева ханымның алдына барып, дәл осы Сағындық Жаныспаевтың үстінен арыз жазған заңгерді экспертизадан өткізу туралы қылмыскерлер әлемі ма не бәле дейді, көрудің өзі қорқынышты ғой. Мінекей индустриялық колледждегі жағдай, Қазақстан Республикасының білім министрі дәл осындай мемлекеттік мекемені жабық мекемеге айландырып, одан кейін жаңағыдай тек қана дөрекі сөйлейтін ұжымды колледжбен қосып жабу керек, не тарқату керек. Бұл менің ұсынысым. Мынау кісіні қазір экспертизаға барудан қазір заңгері бас тартып отыр. Вы о чем написали? Менің... Кешіріңіз, сіз... Ол қазақша өте жақсы түсінеді, бірақ сіз сөйлегісі келмейді қазақ. Қазақ тілін менсінбейсіз ба сіз? Қазір заңгер 102-ні тағы да шақырып жатыр. Шамшиева ханым, дереу келіңіз осында. Не мынау сіз білім басқармасының басшысы ретінде осындай колледждерді жабық мекемеге айландырып жіберіп қарап отырсыз ба? Шамшиева ханым, мен қазір журналист Алия Ортаева талап етемін. Осы колледжге келуіңізді шақырсың ға 102-сіне экспертизаға апарғызам. Мен курткам киіп алайшы, қат қалдым. Машинаң қақта? Оля, орын жоқ қой. Ұрып атыр, әпше, жаңылден бері. Вот қазір экспертизаға барады. Көрдіңіздер ма, қандай сұмдық? Жаңа Қазақстанда колледждің, осы индустриялық техникалық колледждің
қызметкерлеріне ескі Қазақстанның жұрнағы болған бір әпербақандық жұққан сияқты ғой. Мынау не деген сұмдық. Елдің баласын дәл осылай дөрекілікпен